Барлығыңызға сәлем достар. Мені бүгінгі арнама видеома қош келдіңіздер. Достар, мені күтіп қалған жандар көп шығар. Я білемін, қолым босамай жүрген. Енді бүгін сіздерге арнап күшті бір видео ойлап таптық. Жалпы бұл сериалдың тақырыбы көріп тұрғандарыңыздай ауыл мен қала деп аталады. Бұл жерде яғни екі келін және бір енен рөлдері ойналынады жалпы. Мына жерде мен көріп тұрғаныңыздай ауыл келіннің рөлін сомдаймын. Енді киіміме қарап айтып тұрғандарыңыздай бұл мен, общем, келінмін, ауылдың келіні. Бұл жерде менің есімім Айгерім болады. Және де келесі қасындағы екі адаммен таныстырайын. Бұл жақта тұрған бізде әже, яғни бұл бізде сәлем достар деп жатыр. Бұл менің досым Айымгүл деген, яғни видео түсіретін. Ол енінің рөлін сомдайды. Жалпы солай. Ал мына жердегі онады, в общем, Аяжан болады. Енді жалпы оны Аяжан деп шақырмаймыз ғой, білесіздер. Мама деп андайды енесі болған сөйтіп шақырады. В общем, сол. Ал қасындағы бұл бізде көріп тұрғаныңыздай мәскин деген прям вау дерзко. В общем, ол да сіздерге сәлем жолдап жатыр. И видео бастамастан бір видеоға лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Күшті қызық болады деп ойдамын. Жалғастырып берейік. Жалпы бұл қаланың келіні, оның есімі Назым. В общем, міне достар, көріп тұрғаныңыздай бізде екі келін бір ене бұл біздің үйіміз. Бұл келін қалада тұрады, мен ауылда дегендей. В общем, видео бізде өте қызықты болады деген ойдамын. И енді давайте достар, тез-тетіп бастайық. Кеттік. Өте қызықты болады деген ойдамын. Тіршілік деп қол босамай кетті ғой. Өзіме де қарайтын уақытта болмай кетті. Не тұр енді мынау? Басына орамалын да салынбайды, үстіндегі киімімді қара салбырады. Назымның өмірі рахат қой. Жақсы. Тамақ дайындауым керек. Тұрдым екен, біз қалара. Ой, мам, сәлем бердік, қалайсыз? Қызым, тұрдым ба? Иә, тұрғанмын ғой. Балам қайда? Жұмыста. Жақсы сөзі доғаршы. Қысқасы, сенімен әңгімем бар. Иә, мам, не болды, айтып беріңіз? Қаладан келінім келеді. Назым ше. Қойыншы, Назым келе жатыр ма? Иә, келеді, көп болды ғой келмегеніне. Үйде де сағынған шығар. Иә, дұрыс. Келсін, әрине күтіп аламыз ғой күштетіп. Соған әдемілеп дастарханды жайып қой. Түсіндің ба? Ұят болып жүрмесін. Я, мам, күнделікті дастархан жаям ғой. Күнделікті емес. Айтып тұрмын ғой саған. Дұрыстап дастарханды жайып қой. Ұят болып жүрмесін. Бар енді бар, тездет. Жақсы. Бар шешемді. Иә, мам. Не қып тұр? Ой, мен осылай келсем ғой үйлеріне, бұлай мені күтіп алмас. Жақсы, кеше продуктілер әкеліп қойғанмын ғой, содан тамақтар жасар. Алло, қызым. Жаным, қалайсың? Ой, мам, сәлем бердік. Жақсы, өзіңіз? Иә, айттым, анаған айттым. Ой, енді бүйтіп жүріп, жақсы, оны қойшы. Шықтым ба? Келе бер. Біз қазір дастархан жайып жатырмыз, Иә, қазір дайындалып жатырмын. Мәшітемен кетсін бе? Иә. Ой, жаным, қызым келіп қалыпты ғой мен. Ой, Назым-ау, сені көрмегелі қай заман? Өзің сұп-сұлу болып, әдемі болып кетіпсің. Қалайсың, жақсысың ба? Мам, қалайсыз? Өзіңізді көрмегелі көп болды ғой. Иә, әрине, сағынып қалыппын. Қаланың тіршілігі бітпейді ғой. Сіздің қолыңызда енді керемет болып, тамақ ішіп демалып қайтайын деп келдім. Керемет, жақсы ой. Біз де сол жақсымыз. Сан жақта анау тамақтарын дайындап жатып, білмеймін не істеп жатқан. Жаным, сол бақытты бол. Кел жүр, кірейік үйге. Ой, қалайсың, апсынау? Күшті болып кетіпсің ғой, әдемі болып. Жақсы, рахмет. Дастархан жайып қойдың ба? Иә, дайын ғой. Үйлер не болып кеткен, шіріп, тар болып кетті ғой. Ой, мен бөлмем кен әдемі ғой енді. Жақсы, енді ол маңызды емес.
Ей, оны не қыласыңдар? Жүріңдер, енді қой. Мама мен комнатым қайда? Ой, сенікі жаным-ау, ең әдемісі ғой. Сен демалуға келдің, қанша қалсан деп өзің біл. Бара ғой, жүре ғой, көрсетейін саған. Я, жүріңіз. Осы екеуінің жыры бітпеді ғой. Какой-то мен осы үйдің құлы секілдімін. Не істеп тұрсың? Бар тамағын дайында. Мам, дайын ғой, сөз қайтарма дедім ғой саған. Қазір біз келеміз. Суып қалатын болды ғой енді. Келсеңіздерші. Жүре ғой, тамақ жек. Оны да қоймады ғой. Я, мам, жүріңіз. Я, мам, әдемі екен бөлмелеріңіз. На жақта мен көрсетейін саған. Не істеп жүр? Курортқа келіп аралап жүрген емес. Менің бөлмемді тартып алмаса болғаны. Бөлмемді күштетіп безендіріп алыпсың ғой. Я, өзім сондай эстетикаға, дизайнға күштімін ғой. Әйтпесе ұйықтай алмайды екем. Күшті. Жүріңіздер, енді тездетіп шай ішейік. Мам, жүріңіз. Тамағымыз суып қалатын болды ғой. Сосын аралармыз. Қызым, жаным, курткаңды шешсеш, біздің жылы уайымдама, тонбайсың. Иә, жей ғой. Барлығын жеп тойып ал. Жақсы ма? Ас болсын, жаным менің. Өзіме ұқсаған келінім ғой менің. Иә, ас болсын. Мам, теледидар қосып қояйын, қазір көресіз ғой. Ай, белім, ай. Соң кездері белім сырқырайтын болыпты. Ой, мам, не болды, барлығы дұрыс па? Ай, тұршы, отырайыншы. Я, отырыңыз, теледидар қосып қойдым. Міне өзіңіз. Мен жер жинастырып тастайын. Так, болдым. Жүр, сенде әңгімеңді айтсаңшы, қалада не қызық болды екен? Кел отырайық. Мам, айтпақшы, мен сізге өткенде Дубайға барып келдім деп айтып едім ғой. Сол жақтан сізге керемет көйлек сатып алдым. Көрсетейін бе сізге, әңгімеше? Ой, тұра тұршы. Вау, жаным қызым-ай. Маған көйлек сатып алып жүрсің бе? Я, мам, арнайылап сізге сатып алдым. Өте әдемі, әрі қымбат, сапалы. Мен сізден ештеңе аямаймын ғой, оны өзіңіз де білесіз. Ой, жаным-ау, менің несіне өре болдың? Ой, бір айтып едім, белімде ауырғаны кетіп қалды ғой. Жаным, сол осы келінім болмаса, басқа мен ешкім ойламайды. Жаным, сол, рахмет, бақытты бол, жаным. Әңгіме айтайық, я, Назым, сендер не қызық болып жатыр? Ей, келін, баршы, су әкеліп берші. Жақсы, қазір. Мам, негеңіз? Суыңыз. Ас болсын. Мен бөлмеме жатам, демалам. Назым? Қай етіп қалған? Назым? Ұйықтайын деп жатырсың ба? Назым, ұйықтайын деп жатырсың ба? Әдемі болып кетіпсің ғой, Назым. Келін, дүкенге барып келем. Жақсы. Не керек өзің, не алып келейін, Мам, үйде сүт, нан, макарон, сондайлар керек? Сондайлар бітіп қалды, мам. Жақсы, қазір барып келейін. Сен кімге? Назымға жамылғыштарын бер, түнде тоңып қалып жүрмесін. Иә, мам, уайымдамаңыз. Ой, ұйықтап жатырсың ба? Жақсы, қайырлы түн. Жақсы ұйықта.